Арыс қалалық мәдениет үйінде бақытты әйел қойылымның премьерасы өтті. Отбасының бақытты берекесі дана әйелдің қолында екендігін көрсете білген спектакльдің қоюшы режиссері Әмірхан Жұмағұлов, ал қойылым авторы Жәмила Мамырәлі мен Жұлдыз Өтегенова. Қоғамдағы түйткілді мәселені көрсете білген қойылым жоғарғы деңгейде өтті. Мағынасы терең спектакльде басты рөлді қаламызға белгілі термеші мәдениет үйінің қызметкері Ералы Әлімбеков пен мәдениет майталманы белгілі журналист Жұлдыз Өтегенова сомдады. Қойылым тойдан шыққан ерлі-зайыптылардың арасындағы қызғаныш сезіммен басталды. Өзге жігітпен билеп қойдың деп өз айыбын жасырғысы келген күйеуі әйеліне дүрсе қоя береді. Оның ойы осы арқылы өзінің теріс жүрістерін жасырып қалу еді. Ашуланған бойда үйден кетіп қалған күйеуінің бұл әрекетіне түсіністікпен қараған жұбайы даналыққа салады. Араға бірнеше күн салып үйіне оралған жолдасын жылы шыраймен күтіп алып, тәтті дәмдісін алдына тосады. Өз қатесін түсінген ері жарынан асқан әйел жоқ екеніне көз жетеді. Бір-бірін көзден ұққан екеуі бақыттың тек өз шаңырағында екенін түсініп, шыр айналып билей жөнеледі. Азекең қиянатты кешіремін бе, кешірмеймін бе сұраған да жоқ. Тіпті сұрағысы да келген жоқ. Бай болғаны, қатты жатқан өз ашты. Мұны балалардың білмегені де дұрыс болды. Ерін кешірім білген, отбасын басты байлық деген әйелдердің барлығы да бақытты. Қойылым қалың көпшіліктің көңілінен шығып, мәдениет үйінің өнерпаздары зор қошеметке бөленді. Көптің жүрегіне жол тапқан қойылым әйелдің бақыт әнімен аяқталды. Сара Кеңесбай, Бағдәулет Шахапов, Арт ТВ жаңалықтары.